Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға өте жұмсақ, нәзік болып шығатын үй жағдайындағы хачапурилардың рецептісін көрсеткім келіп тұр. Егер де сіздер сырды жақсы көретін болсаңыздар, онда сыр қосылған осы нанды міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің видеомды соңына дейін қарап, дәл осындай тәбет ашатын хачапуриді бірге дайындайық. Ең алдымен хачапуриға қажетті өнімдеріміз ұн, айран, тұз, қант және қопсытқыш, бір жұмыртқа, сұйық май қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып аламыз. Осы жұмыртқаның үстінен бөлме температурасында жылып тұрған айранымызды құйып, екі қоспаны венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламын. Хачапуриға қажетті барлық өнімдерді описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Үстінен сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып алатын боламын. Келесі кезекте осы қоспамыздың үстінен тұзды, қантты және қопсытқышты салып, тұзы толыққанды ерігенше жақсылап араластырып аламын. Ұнды екі бөлікке бөліп сала отырып, өте оңай жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырдың басқа біз илеп жүрген қамырлардан ешқандай айырмашылығы жоқ, тек қана консистенциясы жағынан өте жұмсақ болғаны дұрыс. Сол кезде біздің хачапуриларымыз өте нәзік және жұмсақ болып шығатын болады. Ең алдымен венчиктің көмегімен қамырдың барлығын біріктіріп алдым. Содан кейін қолдың көмегімен өте жұмсақ қамыр илеп алатын боламын. Қамырымыздың барлығын біріктіріп алғаннан кейін дастархан бетінде иі қанғанша 5-10 минут уақыт аралығында илеп алдым. Дәл осындай қамыр шықты. Осы қамырымызды ыдысымызға салып, 10 минутқа бетін жауып, тындыруға қалдыратын боламын. Осы уақыт аралығында хачапуридің ортасына қосатын салмасын, яғни сырды бүккіштің көзінен өткізіп алатын боламын. Хачапуридің жақсы болып шығуы сырға байланысты, сырын молынан қоссаңыздар жақсы болады. Келесі кезекте осы сырымызға татымына қарай тұз салып, араластырып қойып қоятын боламын. Осымен біздің қамырымыз тынды. Тынып тұрған қамырымызды дастархан бетіне түсіріп, аз ғана ұн себелей отырып, бірдей 3 бөлікке бөліп алдым. Осы 3 күлшемізді жақсылап домалақтап, күлшелеп алатын боламын. Дәл осындай күлшелер шықты, орташа, қатты үлкен емес. Дайын болған күлшелеріміздің біреуін алып, аз-маз ұн себелеп, қолдың көмегімен дастархан үстінде дәл осылай жұқартып, созып аламын. Келесі кезекте осы қамырымыздың үстіне сырды қолға дәл осылай домалақтай отырып, алақандарыңыздың көлеміне байланысты сырды домалақтап алып, осы сырымызды қамырымыздың ортасына қойып, шетінен бастап ортасына қарай бүгіп немесе түйіп жинап алатын боламыз. Бізде дәл осындай күлше шықты. Осы күлшемізді қолдың көмегімен, егерде қамыр жабысқақ болса, сәл ұн себелеуге болады. Қолдың көмегімен дәл осылай жаймалап шығатын боламыз. Оқтауды қажет етпейді, себебі қамыр өте нәзік, оқтауға жабысып қалуы мүмкін. Сол себептің қолдың көмегімен бізге қажетті
формада нанымызды жасап алдық. 10 минутқа орамал астында тындырып аламыз. Содан кейін құрғақ табада орташа отта 2-3 минут уақыт аралығы өткен сайын хачапуриді дәл осылай аудара отырып, бір хачапуриді пісіруге 10 минут уақыт аралығы кетеді. Қақпақ астында пісіріп алатын боламыз. Дәл осылай пісіп шыққан хачапуриміздің бетін бірден сары маймен майлап аламыз. Содан кейін осы хачапуриді келесі бетіне аударып, келесі бетінде жақсылап майлап алатын боламыз. Өте сочный болып шығады. Менің рецебім бойынша дайындап көруге кеңес беремін. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, әлі тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментарийға жаза кетіңіз. Қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге керемет рецептерді кездескенше, сіздермен бірге болған Мақпал Ерболатқызы.